Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздерге түс шыру жайлы видеомызды арнаймыз. Бүгінгі тақырып түсімізде жаңбыр көрсек деп аталады. Каналымызға тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Егер каналымызға тіркелсеңіз, бастайық. Егер түсіңізде жаңбыр көрсеңіз, сізді жақсылық пен байлық күтіп тұрғандығын білдіреді. Түсіңізде найзағайлы жаңбыр көрсеңіз, сізге бір қауіп төніп тұрғандығын білдіреді. Егер түсіңізде нөсер жаңбыр жауып тұрғандығын көрсеңіз, жер сілкінісі секілді бір апат болатындығын білдіреді. Түсіңізде жаңбырдың астында жүріп бара жатсаңыз, сіздің жалғызсырап жүргендігіңізді білдіреді. Егер Аллаға дұға қылып түсіңізде жаңбыр көрсеңіз, дұғаңыздың қабыл болатындығын білдіреді. Түсіңізде жаңбырдың суына шомылып жатсаңыз, сіздің Алладан кешірім сұрап жүргендігіңізді білдіреді. Егер сіз жаңбыр астында жылап тұрғаныңызды көрсеңіз, басыңыздағы қайғыдан айырылып, Алла тағаланың сізге жеңілдік беретіндігін білдіреді. Егер түсіңізде үйіңізде отырып жаңбыр жауып тұрғандығын көрсеңіз, сіздің қауіпсіз өмір сүріп жүргендігіңізді білдіреді. Түсіңізде жаңбырдың жаздың күні жауып тұрғандығын көрсеңіз, басыңыздағы қиыншылықтан құтылатындығыңызды білдіреді. Сондай-ақ түсіңіздегі жаңбыр сіздің діндар адам екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде жаңбырдың орнына тас жауып тұрғандығын көрсеңіз, сіздің күнәлі істер жасап жүргендігіңізді білдіреді. Түсіңізде жаңбырдың суын ішіп жатсаңыз, сізге көп жақсылық келетіндігін білдіреді. Түсіңізде жаңбырдан тығылып бір шатырдың астында тұрсаңыз, үлкен бәледен құтылатындығыңызды білдіреді. Достар, егер видеомыз ұнаған болса, лайк басып бізге қолдау білдіріңіздер. Сондай-ақ каналға тіркеліп қоңырауды басуға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.